Ассаламу алейкум. Бүгін біз вупипа печеньесін дайындаймыз. Алдымен қамырды істеп қояйық. Терең ыдысқа бір жұмыртқаны жарып салыңыз. Содан кейін 100 грамм қант, бір шымшым тұз қосыңыз. Ақ үлпілдеген масса жасау үшін венчикпен жақсылап араластырыңыз. Әрі қарай 100 грамм кефир, 50 грамм еріген сары майды қойыңыз. Жақсылап араластырамыз. Енді барлық құрғақ ингредиенттерді біріктіру керек. Ол 130 грамм ұн, үстіне 40 грамм какао, жарты шай қасық сода, жарты шай қасық пісіру ұнтағын саламыз. Барлығын жаңағы қамырға сеуіп қоямыз. Жақсылап араластырыңыз. Қамырымыз біртекті қою болу керек. Қақпақты жауып 15-20 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Енді крем жасап қояйық. Бізге сүзбе ірімшігі қажет болады. 200 граммын терең ыдысқа саламыз. Ол кремнің консистенциясын жақсартады және дәмді теңестіреді. Үстіне 100 грамм қаймақ қосыңыз және 60 грамм ұнтақталған қантты саламыз. Жақсылап араластырыңыз. Крем біртекті, кесектерсіз болатындай етіп миксермен жасауға болады. Әзірге тоңазытқышқа қоя тұрайық. Қамырды аламыз. Қолыңызды өсімдік майымен майлаңыз. Және кішкене бөлікті аламыз. Оны жаңғақ тәрізді шарға айналдырамыз. Противеньге рет-ретімен салып қоямыз. 170 градусқа дейін қыздырылған пешке 15 минутқа саламыз. Дайын печенье салқындатамыз. Содан кейін біреуін алып, үстіне кремді жағыңыз. Екінші печеньемен үстін жабамыз. Сәл басып қою керек. Тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойғаны жөн. Бұл өте дәмді және әдемі болып шықты. Шоколадты печенье нәзік сүзбе креммен тамаша үйлеседі. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз.